Баршаңызға сәлем бердім, құрметті менің оқырмандарым, көрермендерім. Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін икрадан кабачки жасаудың ең оңай жолын бөліспекшімін. Видеомды соңына дейін тамашалауларыңызды сұраймын. Бұл мен үшін биылғы находка дейді ғой. Сондай бір не болды. Жасалу жолы себебі өте ыңғайлы, оп-оңай, ештеңе қайнатудың да қажеті жоқ. Мен арнама тіркеліп кетіңіздер. Бізге осы видеодағыдай көкөністер қажет болады. Барлығын тазартып, сыртын ашып, жуып алдым. Қанша мөлшерде керегін описаниеге жазып кететін боламын. Барлығын турап аламыз жақсылап тұрып, видеода көрсеткенімдей. Көкөністің барлығын турап болғаннан кейін жақсылап дәмдеуіштерін, бұрышын қосып, жақсылап тұрып араластыруымыз қажет. Менде табақ бос болмай қалды, үлкен табағым. Осылай таза жаңағы ненің үстіне, ковриктің үстіне осылай салып, барлығын араластырып алдым. Мына хмели сунели деген приправаны қосуға кеңес беремін. Дәмі өте күшті болып шығады. Өзгеше бір дәм береді. Ешқайсысын өлшеген жоқпын, барлығын көз мөлшерімен қостым. Сосын сұйықмайдың мына жерде тек кішкене мөлшерін қостым араластыру үшін. Кейін табаға салғаннан кейін противинге қалған мөлшерін қосып тастадым. Мына жерде егер сіздің противиндеріңізге сыйса, барлығын қосып тастай беріңіздер. Мен 2 бөлікке бөлдім. Уақыт созып алдым. Сөйтіп противинге салғаннан кейін, ол піскеннен кейін барлығы бүрсіп кішкентай болып қалады. Менде қарапайым әсел печка. Сондықтан барлығын бір противинге салып пісіре берсеңіздер болады. 200 градусқа жарты сағат 40 минутқа жібердім. Менде міне дайын болды. Қазір пештен алдым. Кішкене енді күйіңкіреп кетті, бірақ ол дымда қалмайды. Алып тастадым мұндай жерлерін, біразын қайта алып тастадым. Өте күшті, сочный болып піседі. Иісі бөлмені алып кетеді. Жаңағы дәмдеуішті қосуды ұмытпаңыздар, хмели сунели деген. Енді мұның барлығын блендермен жақсылап тұрып езіп аласыздар.
Міне осылай біркелкі болғанша езіп жақсылап тұрып араластырып аламыз. Томатный паста қоссаңыздар болады. Мен қосқан жоқпын, өйткені аса ұната бермеймін. Мына жерде мынау менің уже алдын ала дайындалған стерилденген банкілерім, мен қысқа сақтауға дайындап жатқан болатынмын. Банкаңызға толтырып салып болғаннан кейін уксустың 9%-ын қостым. Тек кішкентай қасықпен 1 қасық қана қосқан болатынмын. Балаларым мүлде кабачкиді жемейтін, бірақ осы икраны өліп тұрып дәмін ұнатып жеді. Балдарыма да, жолдасыма, үйдегілердің бәріне ұнат. Оларға уксус қосылмаған түрін жеп тастауға берген болатынмын. Мен қақпақтардың барлығында стерилдеп алдым. Қысқа сақтайтын болсаңыздар, міндетті түрде осылай залалсыздандырып алыңыздар. Икра керемет болып шықты, күшті, дәмді, жұп-жұмсақ, сондай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер жасап көрсеңіздер, комментарийге бөлісулеріңізді сұраймын. Еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Көп-көп рахмет сіздерге.